Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді, сочный болып шығатын сковородкада дайындалатын мантының рецептімен бөліспекшімін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші, бөлме температурасындағы айранға күнбағыс майын, бір жұмыртқа және де аздап қана тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қажетінше ұнымызды салып, жұмсақтау етіп қамыр илейтін боламыз. Дәл осы тағамға қажетті заттардың барлығын, қанша мөлшерде керектігін төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп жасасаңыздар болады. Міне қамырды екі бөліп салып алдым. Енді осылай қасықпен араластыра отырып, одан кейін қолмен жақсылап қамыр илеймін. Болғаннан кейін қамырымыз әдемі болып демалу үшін осындай пакетке салып 15-20 минутқа қойып қоямын. Арасында қайтарып отырамын. Сол кезде қамырымыз жайғанда өте әдемі болады. Енді пиязды майдалап тураймыз. Менде осындай үлкен бір пияз. Егер бұнда үлкен пияз болмаса, екі кішкентай пияз қоссаңыздар да болады. Енді осыны тартылған етіміздің үстіне саламыз. Және оның үстіне сметана, қара бұрыш, тұз, паприка, аздап құрғатылған петрушка және де су қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Фаршымызды дайындап қоямыз бір жаққа, одан кейін осындай ашылған сәбізімізді теркадан өткіземіз. Оның қасына көріп тұрғандарыңыздай картопты да сыртын ашып, жақсылап жуып, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы сәбізіміз бен картопымызды бір ыдысқа салып, үстіне аздап тұз және де паприка салып, дәм беретін боламыз. Біздің қамырымызды дайындап алғанша, бұл қоспаны бір бөлек қойып қоямыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды орташа жұқалықта жайып, оны кәдімгі манты түйгендей түйетін боламыз. Мантыны дәл осы видеодағыдай етіп түйсеңіздер, ішінде бүкіл өзінің сұйығы, дәмінің барлығы сақталып пісетін болады. Картоп пен сәбізді таза табаға саламыз. Одан кейін үстіне қажетінше аздап қана су құйып, астын қатты қойып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін бетіне біздің жаңағы түйіп алған мантылерімізді рет-ретімен орналастырып, астын жай қойып 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Және де мантылерді салып болғаннан кейін бетін күнбағыс майымен майлап шығатын боламыз. Менің арнама жаңадан қосылып жатқан көрермендерім, қош келдіңіздер. Және де мені бұрыннан бақылап, қарап, маған қолдау көрсетіп жүрген көрермендерім, сіздерге алғысым шексіз. Және де менің осы видеоларым сіздерге ұнап жатса, жақын достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды айтуды ұмытпаңыздар. Міне біздің мантымыз дайын болды. Енді біз бөлек соус дайындаймыз. Яғни 20% осындай қаймаққа укропты жақсылап турап, екеуін бірге араластырамыз. Егер ұнататындар болса, қасына сарымсақты да қоссаңыздар өте дәмді болады.
Дайын болған мантымызды осылай ыдысқа салып, ортасына картобын салып, оның үстіне жаңағы дайын болған соусты салып ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.